қолбасшы жауынгердің бойында отансүйгіштік сезімді дамыту үшін күнделікті практикалық әрі дұрыс та саналы түрде жұмыс жүргізудің сөзсіз қажеттігін терең түсіне білуге тиіс. Сарбаздың бойына отансүйгіштік қасиетті дарыту жолында ұлтшылдық пен ұлттық рух деген түсініктердің ара-жігін ажырата білу қажет. Барлық халық ұлы да тамаша нәрселер жасауға қабілетті. Біз үнемі лайықты бауырмалдық қарым-қатынас жасауға әрі кез келген ұлт пен халықты құрметтеуге тәрбиелеуіміз керек. 132. Өзінің атқаратын пайдалы қызмет үшін бірге қызмет істейтін жолдастары мен бастықтары тарапынан қолдау, мақұлдау күту әрбір адамға тән нәрсе. Ол сезімді қанағаттандыру бастықтар тарапынан әділеттілік пен парасаттылықты талап етеді. Оның өзі адамды рухтандырып, күш-жігер беріп, жұмыс өнімділігін арттырады. Өйткені әрбір адам өзіне ықылас қойып, көңіл аударғандықты аңсайды. Ал сарбаз болса өзінің тұрмысқан талпынысы да адал еңбек үшін бағалы. Сыйдан гөрі халықтың, мемлекеттің өкілі болып табылатын қолбасшының ықыласына бөленсем дейді. 132. Әскер қазіргі заманғы техникамен қаншалықты бақайшағына дейін қаруланғанымен, егер оның адам құрам жан-жақты жауынгерлік дағдыдан өтпеген болса, ал офицерлер әскерді техниканы және қару-жарақтарды басқара білу әдіс-тәсілдерін нашар игерген болса, онда әскер пайдасыз тобыр күйінде қалып, дұшпанын мықтап тұрып берген алғашқы соққысынан ақ быт болып бұршақша бытырап кетеді. 133. Машықтанған әскер үшін ұрысқа кіру, шайқасу, жауынгерлік қасиеттерді алғашқы қажетті сынақтан өткізу болмақ. Мұның өзі әскерлерді кейінгі жауынгерлік қимылдар үшін едәуір аса маңызды мәні болатын. Әскери шынығудан да өткізу болмақ. Алғашқы ұрыс кейінгі жауынгерлік қимылдардың қандай болатынын да көрсетеді. Әскерлерді алғашқы ұрысты қалай болған күнде де міндетті түрде жеңіп ұтып шығатындай етіп даярлау қажет. 134. Оқу-жаттығудағы әскерге шақырылған алғашқы күнден бастап бірінші жеңіске жеткен шабуылға дейінгі аралықта ұйымдастыра білу қажет. Жаудан тартып алынған шепте бекініп қалуға да үйренген жөн. Үйрену, шынығу әрі есею үшін соғысса бірде-бір бейбіт әрі бірде-бір жауынгерлік күн оқусыз, үйренусіз, жаттығусыз осылай өтпесін. 135. Әскердің жауынгерлік әзірлігі мен соғысқа жарамдылығының негізгі әрбір сарбаздың жауынгерлік әзірлігінің және соғысқа жарамдылығының негізі болып табылады. Ұрыс даласында қойылған мақсаттың орындалуын штаб немесе шешім қабылданып, қолбасшының ойы тұжырымы я болмаса карта шешпейді, жауынгерлік әзірлік даярлық шешеді. Егер сарбаздың даярлығы нашар болса, қолбасшының жақсы да парасатты шешім түкке аспай қалады. Керісінше, егер жауынгерлер жақсы даярлықпен өткен болса, орташа шешімнің өзінде жақсы нәтижеге жеткізуге болады. Жауынгердің жақсы әзірлігі жеңіске бастама мұрындық. Қолбасшы күнделігі бауыржан момышұлы.